Әсем еш үндеместен іште ақша тауып жүр. Күні-түні таксиде жүрген оңай емес. Мен де ренжитін уақытты тапқан екем деп өзін кінәлай бастайды. Отағасы, сізге ұнау үшін алдым. Ренжімеңізші енді. Біраз болды маған көңіл бөлуді қойдыңыз. Жұмыспен жүресіз. Түсінемін, бірақ бітпейтін әңгімелеріңді айтып, басымды қатыра бермеші. Үйің бар, ақшаң қолыңда. Енді не керек саған? Одан да ертең киетін киімдерімді дайындап қой. Үтіктеп. Демаламын. Таңертең ауылдағы малдың жағдайы мен жұмысшыларға баруым керек. Деп орнынан тұра ұйқы бөлмесіне кетті. Көңілі жабырқа болып, көп ойдың құшағында әсем қала берді. Соңғы кездері жолдасы өзіне назар аудармағалы біраз болған. Күйеуін өзіне қарату үшін әсем не істемеді десеңізші. Бақытты әйел, өзін-өзі бағалау, через интернет арқылы көптеген тренингтерге ақша құйды, қатысты. Біраз уақыт көңілін басқаға аударып, өзін жұбатқанымен, жолдасы еш өзгермеген болатын. Алматы қаласының қақ ортасында үйі бар. Ауылда шағын фирмасы жұмыс істеп тұр. Осының бәріне кезінде жолдасы екеуі қол жеткізіп еді. Ол кезде Асқар әсемді өзінің жылы құшағында ұстаған. Жейтін нан мен ішетін шайды әзер тапса да, әсем бақытты еді. Кішкентай балалары болса да, бірігіп қиындықты жеңе осы күнге жетті. Ақшадан таршылық көрмейміз дегенде, бақытсыз әйелге айналатынын ойлап па еді. Жастықты құшақтап пысылдай ұйықтаған жолдасын ұзақ қараған әсем, бұл өзгерістің астында не жатқанын түсінбей әлек. Тірліктерін жасап кеш жатқан соң, ары-бері аунап мазасы кетті. Асқарға қараса дым сезбей ұйқыға кеткен. Ұйқысы келмеген соң инстаграмға бас сұққан болатын. Неше түрлі әйелдердің суреттерін көріп, көңілі жабырқап сала берді. Соңғы кездер өзінің өміріне қарағанда инстаграмдағы әйелдердің өмірі әлде қайда қызығырақ көрінетін. Түрлі ойдың үстінде ұйқыға кетіпті. Таң бозарып ата сықырлап тұрып жатқан Асқардың қимылынан оянып кетті. Көзін жартылай ашып бақылап жатқан болатын. Ақырын тұра жуынып үтіктеп дайындап тұрған киімдерін киіп, шашын тарап айнаға қараған Асқар көңілді еді. Өмірі сеппейтін әтірін бүгін жақсылап үстіне сеуіп, жағасында ұстап қояды. Машинасының кілтін алып шығып кетті. Бағанадан бақылап жатқан әсемнің ойын күдік басты. Әдетте осылай аяқ асты сәнденіп жұмысқа кететін еркектің көңілдесі болуы мүмкін дегенді талай тренингтен естіп, кітаптан оқыған болатын. Неге жоритынын білмей, қызғаныштан ойы он құбылып төсектен әзер тұрды. Соңғы кезде ол да балаларына қарауды қойған. Қашан көрсең өзінің ісімен басы қатып, тамақты да дұрыс пісіруге шамасы келмейтін халге жетті. Бүгінде таңертең балаларына таңғы асын беріп, мектепке шығарып салмақ болып, ас дайындаған еді. Ұлы мен қызы үстелге отыра қуырылған жұмыртқаны дәмін көрер-көрместен ыдысты итеріп жеуден бас тартты. Анасының көңіл күйі болмай отырғанын екеуі де сезіп, шайды асыға ішіп мектепке кетті. Не істеу керектігін, балалары мектепке қандай киім кигені әсемді қызықтырмайтын болды. Бұрын дәмді тамақ пістіріп, екеуінің сабақтарын бақылап, демалыс күндері қыдыратын, үйдің берекеті кіріп тұратын еді. Балалары да бақытты болатын. Ал қазір екеуі үйден гөрі далада жүргенді ұнататын болды. Әсем біраз басы қатып, не істерін білмей кеткен соң, ішіндегі сырын біреумен бөліспек болып, құрбысына хабарласты. Телефонды ала жауап берген құрбысы жұмыс жерге келуін өтінеді. Сонда екеуі асықпай түскі ас ішіп сөйлесетінін жеткізді. Жанар әсемнің бір университетте оқыған құрбысы, шағын сауда-саттықпен айналысатын. Алматыдағы танымал ойын-сауық орталығында арнайы киім сататын бутигі бар еді. Үстелдің үстіндегі ыдыстардың бетін жауып, үйінде жинамастан үстіне барын киіп әсем сыртқа шықты. Шағын кішкентай машинасына отырып жүріп кетті. Мегапарктың алдына машинасын қоятын парковка іздеп жүргенде, шашы сары әйелдің белінен құшақтап, күлімдеп кетіп бара жатқан жолдасын көріп қалады. Шамасы олар да осы жерге келсе керек,
Өзінің көргеніне сенбеген әсем бірнеше рет машинаның терезесіне қарай берген еді. Іші толған күдікпен басы қатып келгенде бұл көрініс бәріне нүкте қойғандай. Ашудан ішіне жиналған шері көзінен жас болып ағып жатты. Мұндайда не істеу керектігін де білмейді екен ғой. Талай жылғы махаббаты, сенімі, арманы ол үшін ештеңе болмағаны ма? Асқарға осы сұрақтарды қойғысы келіп, бірнеше рет машинадан шығуға талпынып көріп еді. Бойындағы сенімсіздік мүмкіндік бермеді. Қолына телефонын алып, көзіне оттай басылған «жаным» деп сақталған номерге қоңырау шалып көрді. Сондағы ойы, талай жыл бірге отасқан жанының не деп жауап берер деген үміт еді. Телефонға бір қараған Асқар жауап беруден бас тартып, қызылды басқанын. Асқар дызылдап музыка ойнай бастаған телефон ала экранына қарап еді. Әйелінен түскен қоңырау екенін көріп, жауап бергісі келмей қызылды басады. Сырттай әрекетін бақылап тұрған әсем тіптен жаралы күйге түскен болатын. Жанына барып, сары әйелдің бетінен шапалақпен тартып, шашынан жұлқылай түссе не болар екен? Егер күйеуі ол әйелді жақтап шықса ше, қорланған немене. Екеуінің артынан аңди ғимаратқа кірген әсемнің жүрегі дүрсілдеп сала берген. Шашын желпілдеп жайып алған сары әйел күйеуінің қолынан қыса құшақтап алыпты. Аяқтарын айқастырып басып, арасында назданып қояды. Әйелі бар еркекті өзіне қаратып алған мәз сияқты ма? Ол әйелдің әр қылығы әсемнің әйелге тән қасиеттен қорлап жатқандай көрінді. Екеуі мәз бола бір бутикке кірді. Көйлекті киіп шыққан әйел Асқарға замогын тартып беруді өтінген еді. Асқар езуін тарта жымиып келіп, әлгі әйелдің белінен ұстай көйлектің замогын тартып жатты. Сырттан бәрін бақылап тұрған әсемнің шыдамының шегі осы араға дейін жеткен болатын. Ашумен кіре әлгі әйелді итеріп, сөмкесімен ұрғылап аузына келгенін айтып жатты. Арасына түскен күйеуін де бір итеріп құлатты. Күтпеген соққыға жауап беріп үлгермеген сары әйел қолын сермей берген еді. Шуды естіген клиенттер бір сәт тыныш бола қарап жатса, күзетші жүгіре келіп, әсем мен әлгі әйелді ажыратты. Күзетшіге бой бермей итерген әсемді күйеуі де қосылып әзер тоқтатқан болатын. Шашы шашылып, беті тілінген әйел орнынан тұра бере сатушы қыздар су беріп, көмек көрсетіп жатты. Әсемге ашумен қараған Асқар қолынан сүйрей сыртқа шығара. Сенімен үйге барған соң сөйлесеміз. Ертерек есің барда үйді тап. Осыны істегенің дұрыс болды ма? Сен ба осыны айтып тұрған? Өзіңнің істегенің дұрыс па? Аз болса да өзіңді кінәлі сезінбейсің бе? Мен саған кіммін? Балаларыңды ойладың ба? Сүйем, күйемін дегенің қайда, а? Ойына оралған сұрақтарды ашумен үсті-үстіне қойған әсем күйеуінен көп дүние күткен еді. Қойған сұрақтарды салқын қабылдаған Асқар еш қымсынбастан үйге барған соң сөйлесейік. Машинаңа отыр да үйге кетші, деп қолын сілтеп, сөйлеп өзі ішке қарай кіріп кетті. Жаңағы әсерден арыла алмаған әсем жүгіре келе машинасына отырып, айғайлап жылай бастады. Бар ашу ұрыспен одан қалды көз жасымен бірге шыққан әсем сәлде болса жеңілденіп қалған болатын. Машинаның ішінде көп ойланып отырып, телефонына қараса, құрбысы бірнеше рет хабарласқан екен. Қайталап қоңырау шалған әсем телефонмен ұзақ сөйлесіп үлгермеді. Телефоннан дауысы дірілдеп, көңіл күйі жоқ сөйлескеннен ақ құрбысы біраз дүниені түсініп, қайда екен сұраған еді. Жағдайды толық жеткізе алмаған әсем Меганың алдында машинасында отырғанын ғана шамалап айтты. Тез жиналған құрбысы бутигін 1 сағат ерте жапқан болатын. Сағатына қараса 6-дан асыпты. Жүгіре басып сыртқа шыға әсемнің машинасын іздей бастады. Машинаның ішкі жарығын жағып, рульге жабысып басын сүйеп отырған құрбысын бірнеше шақырымнан таныды. Есікті ашып, алдыңғы орындыққа отыра бергенде әсем құрбысын құшақтап жылай берген еді. Екі құрбы біраз отырып сөйлесті.
Одан ары бір ресторанға отырып әңгімелерін жалғастырды. Ішіндегі дүниелерді бәрін ақтарған әсем құрбысының қолдауы арқылы өзіне сенімділік оятып, ойы өзгерген болатын. Әсем бүгін өзінің жағдайымен арпалысып жүріп, үйін де бала-шағасын да ұмытқан. Әңгімелері қыза түскен екі құрбы түннің 10-ына қарай орындарынан қозғалды. Құрбысын үйіне жеткізген әсем үйге барғысы келмейтінін, бір күн осыда болғысы келгенін айтып, түнде қонуға қалған. Асқар ішке қайтып кіре диванда бетін басып, жұлмасы шыққан алманы көріп, аяп кетеді. Жанына отырып, үстіне жұқа жилеткасын иығына жауып жұбатып құшақтап, осындай жағдайға қалғаныңа мен кінәлімін, ренжімеші. Жаным, енді осындай жағдай қайталанбайды. Сенің кінәң жоқ бұл жерде. Одан да үйіңе қайт. Сен балаларыңа керексің. Ол дұрыс айтты. Мен бір жүрген бақытсыз жанмын. Біреудің семьясын ажыратқым келмейді. Ол не дегенің? Мен сені жақсы көріп қалдым. Саған заңды түрде үйленгім келеді. Егер қарсы болмасаң, жағдайыңды жасаймын. Бақытты боламыз. Әйеліңіз мүмкіндік береді деп ойлайсыз ба? Берген күннің өзінде менің жағдайым не болмақ? Әйелім көнеді, саған ештеңе болмайды. Мен бармын ғой, мүмкін бөлек тұрармыз. Ойланып көрем, мен үйге жеткізіп тастаңыз. Бұлай көшеде жүргенім біртүрлі шығар. Әрине кеттік, деп қолынан сүйрей жетектеп машинасының алдына отырғызды. Жол бойы әңгімені соққан екеуі жылы қош айтты. Асқар ұнатып жүрген әйелді үйіне шығарып тастап, әндете үйіне кірген еді. Есіктен кіре тастай қараңғы үйдің жарығын жағып жатып, жан-жағына қарап қояды. Күнде алдынан жүгіріп шығатын ұл мен қызы жоқ. Тәтті тамақ пісіріп жатып, күле әңгіме айтып, киімін шешіп алатын жары да көрінбейді. Үйдің сұрықсыз бейнесін көріп, қуанышы су сепкенде басылып, көңілінде алаңдаушылық ояна бастады. Жарық жағып аттарын атай балаларын шақырып еді, еш сыбыс жоқ. Бөлменің бәрін қарап шығып таппаған соң әсемге қоңырау шалады. Күйеуінің қоңырауын көрген әсем басқаша қабылдап, менен кешірім сұрап үйге қайт демекші ғой. Осындайда сразу жауап беруге болмас деген оймен телефонын өшіріп тастады. Асқар басын сипалап не істерін білмей абыр-сабыр күйге түскен еді. Өз бетінше әрекет етпек болып, сыртқа шығып, жан-жақты бақылап шығады. Арасында көршілерден де сұраған болатын. Ешкім көрмегендерін айтып, есіктерін жауып алды. Мектептегі апайына хабарласпақ болып еді, телефон номерін таппады. Сағат түнгі 1-ден асқан. Шаршаған Асқар менімен ерегісіп әсем алып кеткен болар. Босқа қара терім шығып, неге байбалам саламын деген оймен өзін жұбатып ұйқыға кеткен еді. Қатты ұйқыдан түскі 11-ге қарай оянады. Тұрып, өз бетінше тамақ дайындап жатқанда әсем де үйге кірген болатын. Салоннан енді шыққан шашының бұйрасынан көрініп тұрды. Амандық сұрамастан бөлмесіне кіріп есікті жауып алады. Артынан ере кірген Асқар киімін шешіп жатқан әйеліне қарап, балаларды сабаққа жеткізіп, салонға кіріп, бәріне қалай үлгердің? Үлгеретін адам үлгереді. Сен сияқты қарап жүрмейтіндер екінші әйелді де қыдыртып үлгереді. Бастамашы тағы. Кеше қайда болдың? Саған есеп беретін мен емес. Одан да барып, кешегі ешкіні қыдыртпадың ба? Тоқтай тұр. Жаңа не дедің? Балаларды мектепке мен жеткіздің ба? Таңдана сұраған әсемнің түрінен хабары жоқ екенін байқаған Асқар, олай емес па? Кеше мен келгенде олар үйде болмады. Болмағаны қалай? Сен өтірік істеп тұрсың ба, әлде шын білмей қалдың ба? Сен сияқты эгоист емеспін. Балалар үйде болуы тиіс еді. Кеше таңертең мектептеріне кеткен, одан кейін хабарым жоқ. Балаларға қараған түрің осы ма? Ол менің ғана міндетім емес. Өзің қайда жүрдің сол кезде? Анау бетсіз әйелмен көңіл көтеріп. Екеуі сөз таласқаннан ештеңе ұтпайтынын, тек уақыт жоғалтып жатқанын түсініп бір сәт үнсіз болып қалған еді. 2 минут өтпей тыныштықты бұзған Асқар телефонын ұстап, маңдайын қолмен басып, түрі сұрланып кеткен әсемге қарап, енді не істесек екен? Может, полицияға барып арыз жазармыз? Әсем ойға шомып кеткен.
Асқардың не дегенін басына кірер емес. Неше түрлі жағдайлар ойына келіп, қорғансыз балалары көз алдына елестеп кетті. Соңғы кездері ұлы мен қызына айғайлап ұрысқаннан басқа ештеңе істемепті. Өзін кінәлі сезінген әсем, балаларын аман-есен тауып алса бар жылулығын беруге дайын еді. Сөзін елемегенде сынай танытқан әйеліне Асқар ашулы қарап: «Алло, әу, не ойлап кеттің? Қазір бір-бірімізге кінә тағатын жағдайда емеспіз. Балаларды тезірек іздестіру жағын ойлайық». Асқардың даусын селк ете қалған әсем алдымен таныс адамдардан сұрап алайық. Мұғалімінен кеше сабаққа кешікпей барды ма екен? Тез-тез әрекет етсеңші, 2 сағат ойланасың ба? Өзін білемін, менде шаруаң болмасын деп, әсем телефонын шұқылап Асюге кеткен еді. 5-10 минут өтпей қайта келіп, үрейлі көзбен Асқарға апайы кеше сабаққа қатыспағанын айтты. Екеуі де мектепке бармапты, енді не істесек болады? Сенің ойыңша қайда бару мүмкін? Асқардың анасы ауылда тұрады, ағасы болса басқа қалада. Қарындасы шетелде білім алып жатыр. Қалада өзінің жақын туыстары жоқ екенін ескертіп, онда тездетіп полицияға бөлімшесіне барып арыз жазғанымыз дұрыс. Екеуі асығыс киініп шыға бергенде есіктің қоңырауы дызылдап сала берген еді. Телефоннан кім екенін сұраған Асқар аң-таң: «Есікті ашасың ба жоқ па?» деген анасының даусынан үрейлене есіктің кнопкасын баса берген болатын. Киініп алған әйеліне қарап: «Анам қалаға кепті, ол кісіге не айтамыз?» «Бекерде қалаға ұнамайды, басым ауырады деші еді ғой, аяқ асты қайдан келді екен?» Екеуі одан әрмен қобалжып, үйірпие есіктің алдында анасын күтіп тұрған болатын. Басына орамалды айқастыра байлап алған, қолында пакетін ұстап, жүзі мейірімді апа есіктен кірген еді. Әсем есікті жауа бергенде әже артына айналып қарап келініне: «Тұра тұр!» деп қолын сілтей, есіктен басын шығарып: «Немерелеріне кірсеңдерші, бол» деп бұйыра сөйлеп, әке-шешесінен қорыққан екеуі бастарын еңкейтіп үйлеріне кіреді. Өз көзіне сенбеген әсем бас салып балаларын сүйе берген болатын. Қарт апа киімін шешіп, амандық саулықтан кейін бәрі тынышталған еді. Шай дайындап болған соң әсем барлығын үстелге шақырады. Күндегідей емес, тамақты да дәмді пісірген. Бәрі үстел үстінде үнсіздікпен тамақ ішуге кірісті. Әркімнің ойында сан сұрақтар, бір-біріне сыпайылық танытып отырғанымен мән-жайды білуге асық. Әсем әңгіменің неден бастарын білмей, өзінің айыбын жасыра алмайтынын біліп, үнсіз қалды. Асқардың да жүзі өзгеріп, анасының алдында кінәлі адамдай басын еңкейтіп, әңгіме неден басталатынын білмей қашып отырған болатын. Бәрі тамақтан ішіп болғанын байқаған әже екі немересіне: «Бөлмелеріңе барыңдар» деп бұйрық бере, тамағын қырылдатып, отты көздермен ұлына қарай: «Кеше кешке еңгезердей қара жігіт есікті қағып тұр». Есікті ашқан бойда екеуін көрдім. Жол ақысын апамыз береді деп келісіп кепті. Қайта сенімді адам екен. Үйге дейін алып келді. Балалар ашығып қалған. Үстіндегі сабақ киімі де таза емес. Көңіл бөлмегенсіңдер. Баланы бездіретіндей не көрінді сендерге? Егер адасып кетсе ше? Сенімді адам болмаса не болар еді? Егер адасып кетсе ше? Сенімді адам болмаса не болар еді? Баланың қайда жүргенін бір күн бойы аңғармадыңдар. Үндемей өздері хабарласар дедім. Біреуін қоңырау шалмадың. Не көрінді сендерге? Анасының сөзі өңменнен өтіп кетті. Асқар жұмған аузын аша алмай үнсіз отырған еді. Ұлын айыптай бергеннен қымсынды ма, басын келініне бұрып: «Асқар болса жұмыста, сен не істеп отырсың? Осылардан басқа айналысатын ісің бар ма?» Өзіне сөз келгеніне көңілі түскен әсем көзі жасаурап: «Иә, мама, мен дұрыс қарай алмадым, оны мойындаймын. Егер Асқар бұрынғыдай болғанда бәрі басқаша болар ма еді?» «Сіз шындықты білмейсіз, апа». «Ол қандай шындық? Асқар ол не деп тұр? Мүмкін сен түсіндірерсің маған?»
үнсіз отырған Асқар барлығы ішіне сыймай кетті ма? Орнынан атып тұрып, «Иә, мен бір әйелді ұнатып қалдым. Екінші рет үйленгім келеді. Әсем, көнсең де, көнбесең де осы», деп жұлқынып, киімін алып далаға шығып кетеді. Әсем бетін басып жылауын үдете түсті. Анасы соңынан бірнеше рет айғайлап шақырғанымен Асқар артына қайрылып қарамастан лифтімен төмен түсіп кетті. Есікті жауып жатып, үдере қараған немерелерін жұбата бөлмелеріне жіберіп, өзі келінінің жанына келді. Балалары келіп, анасы да отырған соң, Асқар сәл болса да ойыннан айнып, кешірім сұрар деген Әсемде сәл де болса үміт болып еді. Үміті ақталмай, керісінше ол әйелді ашық анасының алдында мойындағаны Әсемді қорлағандай көрінді. Жүрегі жараланып, ашудан жан-жағын қиратып тастағысы келген Әсем, енесі отырған соң өзін қолға әзер ұстаған болатын. Ашудан енесінің айтқандары құлағына кірер емес, тек жылаумен болды. Әбден әлі құрып шаршағанда өзіне келген еді. Енесі шай қайнатып, Әсемді үстелге шақырып, екеуі оңашада ұзақ сөйлескен болатын. Дәл қазір ең жақын жанашыр жан енесі болып көрінді. Жас кезінде болған өзінің басындағы жағдайларды әңгіме етіп ұзақ отырды. Әсем енесі қайнатқан күрең шайды ішіп, әңгімелерден көңілі сәл болса да көтеріліп қалған еді. Кеште батты. Асқардан сыбыс жоқ. Өздері сөйлесе тамақ ішіп, енесі сериалын көріп, балалары ойынға айланып отырған соң, Әсем құрбысына хабарласады. Болған жағдайды жеткізіп, екеуі ұзақ әңгіме құрған еді. Әсем бағанағыдай емес, өзіне келген болатын. Ал Асқар сол күні келмеді. Әсем болса түнімен көз ілмей ойланып бір шешімге келген болатын. Таңертең балаларын мектепке жеткізіп тастап, өзі енесіне шай беріп отырып, қабылдаған шешімімен бөліскен еді. «Мама, мейлі, Асқар екінші рет үйленсе үйлене берсін. Мен ажыраспаймын деп шештім. Балаларым әкесіз өспесін. Осы қадамға солар үшін барып отырмын». «Дұрыс жасадың, қызым. Саған оңай тимегенін білемін. Бірақ балаларың үшін жасап отырған шешімің өте дұрыс. Сен алаңдама. Мен сені әркез қолдаймын. Анаң марқұм жаныңда болса, ол да солай айтар ма еді. Өте жақсы адам еді, жарықтық», деп көзіне жас ала, Әсем енесін жұбатып, қолынан сүйіп қыса, енесі де Әсемнің маңдайынан сүйіп, бауырына басып жатты. Екеуі шай ішіп бола, түске қарай балалары келіп, Әсем балаларын ертіп, енесі бәрі бұрынғыша қыдырып сыртта жүрді. Бүгінгі күндерін көңілді өткізген еді. Сатып алған заттарын көріп, өздері у-шу болып жатқанда Асқар келген болатын. Есікке сүйеніп тұрған Асқарға Әсем жүре сөйлеп, «Жақсы Асқар, мейлі, үйлене бер. Оған шамаң да ақшаң да жететінін жақсы білемін. Бірақ осы үйді менің атыма аударып бересің. Балалардың атына шот ашып, ақша аударып қой. Сосын мен өз кәсібімді бастасам деймін. Осы жағында қарастыруың керек». Әсемнің құйып берген кофесіне қант қосып қасықпен араластырып, басын көтере әр қимылына қараған Асқар, Әсем сөзін аяқтағанша үнсіз тыңдап отырған еді. «Тым көп емес. Осы тірліктер қолыңнан келеді деп ойлаймын». Кофені бір ұрттап алып, кесені қойып, дәмін тілмен сезіне сөйленген Асқар, «Сен шынымен де келісіп отырсың ба? Керемет. Саған жомарттық өте жарасады. Бәрі сен қалағандай болады. Уәде беремін». «Мені қолдағаныңа рахмет» деп кофені соңына дейін ішіп, орнынан тұрған болатын. Оңашада өздері сөйлесіп алсын деп анасы сөздеріне араласпаған еді. Асқардың ас үйден шығып бара жатқанын көріп, «Асқар ұлым, асықпай ойланып алып шешім шығар. Балаларың мектепке барады. Сенің көмегің керек. Әйелің болса жап-жас әп-әдемі. Саған не жетпей жүр, а?» «Мама, Әсем өзі келісіп отыр. Балаларға арасында келіп тұрамын. Ақшалары болады, үйлері бар. Неге бәрін қиындата бересіздер? Балалар өсеген соң өздері түсінеді.
болды, мен кеттім. Әйеліне қарап, әсем, ертеңнен бастап сенің айтқандарыңды істейтін боламын. Балаларын құшақтап сүйе, бөлмелеріне жіберіп, анасы мен әсемге қарап, жақсы онда, мен кетейін. Мама, өзіңізге қараңыз. Әсем, саған ертең хабарласамын. Сау отырыңдар. Есікті жауып кете берген соң әсем үстелге сүйеніп отыра кетті. Енесі жанына келіп жұбатпақ болып еді. Мама, менде бәрі дұрыс, уайымдамаңыз, деп білдіртпеді. Қызым, бұл да уақытша, өтіп кетеді, мықты бол. Балаларың жаныңда, мен де жаныңдамын, бірге өтеміз, тек еңсеңді түсірме. Асқар алаңсыз кілтін айландыра сыртқа шығып, машинасына отырып, телефоны шұқылап кетті. Бар ойы тоқалы болатын, әйелге қымбат сыйлық жасамақшы. Ары-бері қарап, интернеттен ештеңе таппаған соң, арнайы әшекей бұйымдар сататын жерге келеді. Бутиктерден таңдап отырып, жылтыр тастары бар алтын сырға алуды жөн көрген еді. Сыйлығын алып, қолына гүлмен ғашығына жетеді. Сәнді көйлек киіп, дастарханды толтырып тастаған сары шашты әйел Асқарды күле қарсы алды. Асқар Алманың жалдамалы пәтерінде тұрып жатқанына 10 шақты күн өтті. Қалаған уақытында қыдырып, бақыттан бас айналып жүргенде, уақыттың қалай тез өткенін сезбегенде еді. Әдеттегідей таңертең тұрып, душқа бара жатқанда, әсем телефонын шалып, жұмыстарын бітіруге қашан келетінін сұраған еді. Өзі хабарласатынын айтып, Асқар телефонды қоя салады. Таңертең ерте салонға кеткен Алмадан хабар жоқ. Асқар ас үйдегі иісі мұрынды жаратын Алманың пісірген дәмді тағамдарын жеп отырып, өзін көңілсіз сезінген еді. Балаларын сағынды ма, әлде әсем хабарласқан соң өзін кінәлі сезінді ме, жүрегі дүрсілдеп отыратын. Орын таппай ары-бері сандалып жүрді де қойды. Осы сәтте қолында азық-түлік салынған пакеттері бар Алма да үйге кірген болатын. Өзін ең шебер әйелдей сезінген Алма Асқардың алдына бар өнерін көрсетіп әлек. Көңілінен шығу үшін жылы сөздерді де аяған емес. Асқардың жабырқы көңіл күйін байқаған Алма, батырым, қандай мықтысың, қолдарың сондай қатты, саған жарасады, сондай идеалсың ғой, деп мақтау сөздерін жаудыра қандай тамақ жегісі келетінін де сұрап қояды. Асқар көңілі түскенімен Алманың сөздеріне семіре керіліп, жақсылап манты түйіп берші жаным, сен сондай дәмді пісіресің. Алма келсе, кешкі асқа манты пісіруге кірісіп кетеді. Ал Асқар әдетінше диванда жатып, телевизорды пультпен ауыстырып отырған еді. Телевизордан ештеңе таппаған соң, қолына телефонын алып, бұрынғы суреттерін ақтарып кетті. Естелік естен кете ме? Әсеммен балалармен түскен суреттерді көріп, әдемі сәттерін көз алдына елестеп өтті. Есіне оралған сайын әр жерден отбасының жылуын іздейтін болды. Алдынан жүгіріп шығатын балаларын сағына бастады. Ертең әсемге үйді атына аудару үшін барып, балаларын көріп қайтқысы келді. Қалаған әйелдің жанында отырып тамақ ішсе де, улап-шулаған отбасы әлде қайда артық көрінді. Таңды көзбен атырған Асқар ертерек тұрып, Алмаға бүгін балаларының жанында болатынын ескертіп, таңғы асын асыға ішіп үйден шыққан еді. Магазинге барып, балаларына сыйлық ала түс ауа үйіне жеткен болатын. Әсем есікті ашып, Асқар екенін көре, үйге кіруге рұқсат береді. Балалары әкелерін көріп, қуанып, әдеттегідей мойнына асылып, Асқар да қатты сағынған. Ұл мен қызын жібергісі келмей, ұзақ құшақтап тұрды. Асқар шыға бере Алма телефонын алып, әпкесімен сөйлесуге кірісті. Амандық саулықтан кейін бірден өздерінің әңгімелеріне көшеді. Ойына бәрі жиналған Алма демін ішіне тарта, мына шалдың көңілін табамын деп шаршадым. Өзі бір жүрген қырсық біреу. Шыда енді, аз қалды. Соңғы кездері көңілсіз балаларын ойлап жүрген сияқты. Онда тездетіп іске кіріс, осылай жалғаса берсе ештеңе жоқ қаласың. Неден бастасам екен? Үйленеміз деп жүріп, ол әрекетке жеткізбей ертерек іске кірісуім керек сияқты. Аяғың ауыр дейсің бе? Сондай бірдеңе айтып істі бастасаңшы. Бастысы, ауылдағы фирмасын сенің атыңа жазатындай болсын. Болмаса үй алып беретіндей қыл. Ол ондайға келседі дейсің бе? Тұрған үйін әлі күнге әйелінің атына жазбапты. Ал сен көндір, сеніміне кір. Әйелінен алыстат. Бірінші рет емес қой? Жарайды, көндірерміз. Басқасын қатырғанда бір шал сөз болып па, деп телефонын қоя сала, Алма қалай істеу керек
кәсіптігіне бас қатырып, Асқар келгенше жоспар құруға кіріседі. Асқар отбасымен арқа-жарқа болып шай тамақ ішіп, көңілі көтеріліп қалған еді. Қанша уақыт өтсе де кетуге асығар емес. Бүгін кеш болған соң құжаттарды кейінге қалдырған. Ыстық сезімде қимастықпен отырғанда Алманың қоңырауы бәрін білдірген еді. Отбасымен қоштаса шыққан Асқар телефонымен сыртқа шыға сөйлесті. Жақсылап образға кірген Алма әдемі сөздерімен арбап әлек. Жылы сөздерге иландырып алды ма, Асқар Алмаға жетуге асықты. Үйді безендіріп, жақсы көйлекпен Алма тағы да Асқарды таң қалдырған еді. Әдемі көріністен есін жоғалтқан Асқар Алманың кез келген тілегін орындауға дайын болатын. Асқарды буымен риза қылып, Алма әрекетке көшеді. Басын еңкейтіп, көңілсізденіп, тырнақтарын тістеп, уайымдап тұрған адамның кейпіне енеді. Алманың көңілі түсіп кеткенін байқаған Асқар бірден не болғанын сұрап әуреге түскен болатын. Көздеріне жас ала Асқарға қараған Алма: «Жаным, менің аяғым ауыр. Біздің баламыз болады. Бірақ менің жағдайым жақсы емес, не үйім жоқ, күйім жоқ. Балама қалай қамқор болатынымды ойласам, көңіл күйім түсіп кетеді». «Не, аяғың ауыр ма? Жақсы жаңалық қой. Қашан білдің?» «Таңертең. Сен кете өзімді жайсыз сезіндім». «Біздің баламыз бола ма? Керемет. Сен уайымдама, денсаулығыңа көңіл бөл. Қалғанын маған тапсыр». Асқар ойламаған жерден тағы да әке атанатына қуанышты болатын. Жақсы жаңалық бетіне су шашқан адамдай есін тез жидырды. Өзінің басында тындыратын көп іс тұрғанын көріп, ертеңнен бастап іске көшу керегін деп шешті. Ал Алма болса бір жоспарын жүзеге асырғанына қуанып, екінші жоспарын жүзеге асыру үшін дайындалып жатқан. Ол үшін Асқардың қатты ұйқыға кеткенін күтіп жатты. Бағана оның телефонын қолына алып көріп еді. Бетінде код қойылғанын көріп, Асқарға еркелеп, кодын сұраған болатын. Көңілі күтпеген сыйларға толып, қуаныштан жарылғалы отырған Асқар Алманың бетін қайтарғысы келмей берген еді. Түнімен көз ілмей жатқан Алма, Асқар қорылдап ұйқыға кете бере, жандағы төмпешікте тұрған Асқардың телефонын ала, ақырын басып, туалетке кіріп кетеді. Каспийдегі Асқардың банк счеттарын тексеріп, ол жердегі кодты аша алмаған соң телефон номерін бақылай бастады. Әйелім деп сақталған Әсемнің номерін жазып алып, WhatsApp-ындағы кіммен не жазғанын тексеріп шықты. Ештеңе таппаған соң қайта орнына қойып жатып қалған еді. Асқар бүгін ширақ тұрды. Кешегі жағдайлар оған жаңа бір серпіліс бергенде, таңғы ас үстінде Алмамен ойындағы жаңалықтарын бөлісуге кірісті. «Жаным, енді баламыз болады. Осылай жүрген дұрыс емес. Уақыт болса өтіп жатыр. Екеуміз мүмкін болса тезірек үйленіп алайық. Балама тегімді берсем деймін». Күтпеген сыйдан Алма абдырап қалды. Не айтарын білмей ежектеп: «Ол, иә, негізі ойыңыз дұрыс. Бірақ үйленіп үлгереміз ғой. Ары кетсе жарты сағаттық жұмыс. Бізге маңыздысы баланың болашағы болып тұр. Осыны алдын ала ойлауымыз керек сияқты. Егер қандай жағдай болмасын, оны өмірге әкелетін анасының атында бір үй немесе кепіл бере алатындай дүние болмаса, бәрі бекер. Болашақта ол баламыздікі болады ғой бәрібір. Осы жағына қалай қарайсыз? Үйленсек, біздің ортақ дүние онсыз да баламыздікі болмай ма? Сен ондай дүниеге бас қатырмай-ақ қойсаңшы. Мен үйдің еркегімін, екі отбасын асырай алатын жағдайым бар. Дұрыс қой, ол жағына еш күмән келтірмеймін, бірақ қандай жағдай болатынын болжап білмейміз ғой. Болашақта кепіл ретінде деп жатқаным ғой. Оны сосын көре жатармыз. Тек сен денсаулығыңа көңіл бөл». Менің ойым осы дүниелерге бөлініп кете береді. Жүрегім тыныштық таппайды. Аяғым ауыр болған соң әр дүниені уайымдайтын болдым. Менің көңілім тыныш болсын десеңіз, осы мәселеге назар аударыңыз, деп Алма аузын бұртитып еркелей. Асқар күле қараған Алманың маңдайынан сүйіп: «Айтқаның болсын, сен босқа уайымдама. Онда мен шығайын, ертерек шаруаларымды ретке келтіруім керек», деп Асқар күртешесін иығына іле шығып кетті. Бүгінгі жұмысын Әсеммен бірге бастады. Тұрып жатқан үйді толығымен Әсемге аударып, балаларының атына депозит ашты. Әупірімдеп жұмыстар бітіп жатты. Алма да қарап отырмай, ары-бері ойланып, Әсемге қоңырау шалады. Өзінің аяғы ауыр екенін, Асқар оған қарағанда өзіне көбірек керек екенін жеткізіп, бет алды мазасын алмауды өтінеді.
Әсем бұл жаңалықты естігенде сабырлылық танытып, Алмаға сыр білдірмей сөйлескенімен, телефонын қоя жүрегі ауырып, өзін қоярға жер таппай біразға көңілі түсіп жүрді. Асқар Алманың өтінішін орындап, қала ортасынан үй алып атына жаздырған болатын. Осыдан кейін үйленуге ұсыныс білдірсе де, Алма неше түрлі сылтау айтатынды шығарды. Ауылдағы шағын фирмасы да кері кеткен. Соңғы кездері Асқардың ісі алға басар емес. Бірнеше малын ұрлап, кірістен шығыны артатын болды. Алма аяғы ауыр болғаннан түрлі қылық шығаратын болды. Өз ісін ашпақ болып, Асқарға миллиондап қарыз ақша алғызды. Арада бірнеше ай өтсе де, Алманың іші өспегені Асқарды ойландырды. Алма Асқардың сезгенін аңғарып, сырттай әрекетін етіп жүрді. Асқар ауылдағы фирмасына кете, сатылған үйдің ақшасы мен кредитпен алғызған ақшаны түгелмен шотына салып, Нұрсұлтан қаласына ұшып кетеді. Ауылдан ісін бітіріп келген Асқар есікті қағады. Танымайтын адам есік ашқан соң, Асқар таңдана бірден Алманы сұрайды. Үй иесі үйді сатып алғанын, одан кейін ол әйелді көрмегенін айтып, шығарып салады. Ештеңе түсінбеген Асқар Алмаға қоңырау шалады. Телефон сөндірулі болып, жүрегі бір жамандықты сезгенмен, сүйетін адамын жамандыққа қимаған Асқар ертең хабарласар деген үмітпен Әсемге балаларына келген еді. Әсем Асқардан көңілі қалса да, балалар үшін үйге кіруге рұқсат етеді. Түнімен неше түрлі оймен алысып шыққан Асқар таңертең тағы да Алмаға қоңырау шалады. Тағы да сөндірулі. Асқар не істерін білмей, түске қарай полиция бөлімшесіне Алманың жоғалғаны туралы хабар береді. Асқар ғашықтықтан көзін шел басқанын милиция Алма жайында қойған сұрақтарынан кейін бірақ сезеді. Алманың не туысы, не құрбысын білмейтін болып шықты. Болмаса неке қиып та үлгермеген. Бірі білетіні қомақты қаражатпен бірге хабарсыз кеткені жайында ғана. Жақын туысы болмағандықтан Асқар Алманы жоғалған адам емес, алаяқтықпен қомақты қаражатты алып кеткен адам ретінде арыз қалдырды. Оның ойы қайтып болсын, Алманы аман-есен тауып алу болатын. Үйіне жеткен Асқар не ойларын білмей басы қатты. Алмаға хабарласса, телефоны сөндірулі. Арада бірнеше апта өтті. Асқар әбден әбіржіп кеткен. Алмадан да, милициядан да хабар жоқ. Ауылдағы істе күннен күнге кері кетіп барады. Банкке беретін қаражатының уақыты жақындап қалған. Ал қалтасында бір тиыны жоқ. Әсем болса қабағы қатулы, үн қатпайды. Анасы ауылына қайтып кеткелі біраз болған. Үйдің берекеті қашып бітті. Асқар өткен істерге енді өкіне бастағандай. Таңертеңнен тұра бұрынғы әдетінше таксиге жүрмек болып, саяхат базарының алдына кілтін айналдырып тұрған еді. Кенет қара телефоны безілдеп қоя берді. Танымайтын номер екенін аңғарып, күдіктене сөйлесе бергенде милициядан хабарласып тұрғанын, тез арада бөлімшеге жетуін өтінеді. Асқар Алмадан хабар алатынын сезіп, асыға бөлімшеге жетеді. Семіздеу қарны шыққан орта жастағы басы таз жігіт орындықты нұсқап отыруын өтінеді. Алманың суретін көрсетіп, танисың ба? Өткенде арыз жазғаның осы қыз ба? Деп ашықтап сұрайды. Суретті таныған Асқар бірден Алма екенін, оның қазір қайда жүргенін білуге асығады. Даусын қырылдатып алып сөйлеген милиция жігіт Асқарға асықпауын айтып, ентігін басады. Алманың бірнеше аты барын, басқа адамдарға да бөлек атпен танысып, қомақты қаражат алып, із-түзсіз жоғалғанын, Асқардан басқа 5-6 адам үстінен арыз жазғанын жіпке тізгендей жеткізіп береді. Қазір ол уақытша тергеуде жүргенін, кінәсі толық дәлелденсе 5-6 жылға қамауға алынатынын жеткізді. Қазір ол әйелдің қауіпсіздігі үшін ешкіммен кездестіруге болмайтынын ескертті. Естіген ақпаратқа сенер-сенбесін білмеген Асқар сол жан үшін отбасынан безінгенін, оның бар еркелігін көтеріп ақмақ болып, соңында алданып қалғанына қатты қапаланды. Іштей өзінің істегендеріне өкіне бастады. Ақша мен байлықтың буына алданған адам ақылмен емес, ақшаның күшімен шешім қабылдап үйренеді. Табысы артқан сайын адам күннен күнге өзіне емес, ақшасына сеніп, жалған дүниені жалпағынан басуға құмартады екен. Одан әрмен байысам деп өзгелерді елемей, бәріне өз күшімен жеткенде еркінсініп кетеді. Менің күйеуім дәл солай өзгерді. Күннен күнге түрлі қылық шығарды. Соңында осындай жағдайға тап болды. Алма деп сеніп,
сүйген әйелі алаяқ болып шықты. 1 айға созылған тергеуден кейін ісі толық дәлелденіп 5 жылға қамауға кетті. Жақында интернеттегі бір сайттан ол әйел жайында Ақтөбенің сұлу сылқымы алаяқтықпен ұсталды деген мақала оқып қалдым. Алдаған адамдары көп, көбісінен жоқ дегенде 10 миллиондап алған деп естідім. Сонша ақшаны не істеді екен? Осы жағдайларда уақыттың еншісімен ұмытылып келеді. Қазір күйеуім ауылдағы фирмасына қаражат керек болып, мен өз атымнан кредит алып бердім. Жұмысы ақырындап қалпына келіп жатыр. Балаларымның әкесі болған соң басқа амалым болмады. Өзі де қателескенін айтып, өткеніне өкінетінін, болған істерден сабақ алғанын айтып, менен кешірім сұрап жүр. Бәрібір бұрынғыша болмайды екен. Бірақ бұрынғыдай емес, балаларына көңіл бөледі, отбасымызбен жиі қыдырамыз. Өзім әкеден ерте айырылған соң, балаға әкенің орны қаншалықты маңызды екенін жақсы білемін. Сондықтан да оларды ажыратқым келмейді. Мүмкін уақыт өте ол адамды кешірермін. Бірақ екінші рет сенім артуы керек па жоқ па соны білмеймін. Осы жағдайлар мені жауапкершілікті өз мойныма алу керектігін үйретті. Қыздар, қандай жағдай болмасын, тек мықты болып, сабыр етіңіздер. Қалғанын Алла өзі реттейді. Деп сөзін аяқтады кейіпкеріміз. Жүсіп әке-шешесінің жалғызы ғана еді. Отбасында одан басқа бала жоқ. Сондықтан да әке-шешесі бар күш-жігерін Жүсіптің жақсы тәрбие алуы үшін жұмсайтын. Жүсіп Имам Хатип мектебінің оқушысы. Оның бұрыннан бері ұнататын бір қызы бар. Есімі Аяулым. Аяулым сыныптың ең инабатты қызы. Албырт жүзін үнемі жерден алмайды. Басын көтеріп жан-жағына алақ-жұлақ қарау ол үшін жат. Тіпті үзіліс кезінде де сыныптан шықпай, үнемі үйінен өзімен бірге ала келген кітаптан бас алмайды. Аяулымды ұнататын Жүсіп сабақ кезінде ылғи оған ұрлана қарайтын. Ол болса көзінің қиығымен де Жүсіпке жауап қатқан емес. Жүсіптің өзіне деген ыстық ілтипатын байқайтын да емес. Әйтпесе Жүсіп сыныбының ғана емес, мектебінің ең көрікті оқушысы. Өзге қыздар онымен дос болу үшін жанын салатын. Бірақ дініне берік Жүсіп зинаға жақындаудан қорқып, өз-өзін олардан ұзақ ұстайтын. Десек те қанша тырысса да Аяулымға келгенде оның бұл тағаты таусылатын. Аяулымға ұрлана қараймын деп көз зинасына жол беретін. Осылайша ерік-жігерін нәпсісіне жеңдіріп қоя беретін. Жүсіп бүгін бар күш-жігерін бойына жинап, Аяулымға бойында булыққан бар сезімін жайып салуға бел буды. Әркімнің бір сүйіктісі бар. Жүсіптің де бір сүйіктісі болуы керек емес пе? Оның өзгелерден несі кем? Араб тілі сабағы. Жүсіп сабақ соңында Аяулымға деген сезімін білдіретін болды. Бір кезде кітабының арасындағы бір парақты көзі шалды. Жазулы тұрған пайғамбарымыздың хадисі еді. Ғашықтығын жасырып, ар-ұят абыройын сақтап, сабыр қылғанның Алла күнәларын кешіріп, жәннатына кіргізеді. Ибн Асакир. Қайдан келген қағаз бұл? Біреу тура Жүсіптің жан дүниесін оқып қойғандай. Санасы санға, ойы онға бөлінді. Хадис әрі арабша, әрі түрікше жазылған. Хадисті оқып, ой тұңғиығына батты. Аяулымға сезімін айтамын деген ойынан қайтып қалды. Ертеңгі күн тағы да араб тілі сабағы. Жүсіп нәпсісімен алысып әлек. Ішкі сезім сыртқа шықпайынша тыныштық берер емес. Кітаптарының арасынан тағы да бір параққа көзі түсті. Тағы да бір хадис. Үмбетімнің ең мәртебелісі ғашықтық дертіне түскенде абыройын сақтағаны. Дайлами. Түсінді. Бұл хадистерді біреу әдейі жазып кетіп жүр. Бірақ кім? Сол сәтте ұстазының көзіне көз түйісті. Ұстазы күлімсіреп езу тартты. Жүсіп басын төмен иді. Бұл парақтарды ұстазы тастап кетсе керек. Себебі Жүсіптің Аяулымға қараған ұры назарының талайдан бері куәгері еді. Жазу да ұстазының жазуына ұқсайды. Жүсіп қызарып кетті. Аяулымға деген сезімін айтудан тағы да бас тартты. Арада бір апта өтті. Сыныптың ішін гу-гу әңгіме кезіп кетті. Аяулыммен бірге мектепке келіп жүрген баланы көрдіңдер ма? Үндемегеннен үйдей деген осы болар. Сүйіктісі, ғашығы бар боп шықты. Жүсіптің төбесінен жай түскендей болды. Аяулымның оған жар бола алмайтынын түсінді.
салысуға кетті. Қиял құсы қолға қонбастай ұшып кетті. Аяулымнан енді күдер үзуден басқа шара жоқ. Келесі күні кітабының арасынан тағы бір жазуы бар қағаз шықты. Бұл жолғысы Құран аяты еді. Мұны естігенде ер және әйел муминдер діндестер үшін қайыр ойлап, бұл бір ап-анық өсек деулері керек емес пе еді. Нұр сүресі 12 аят. Бұл аят Жүсіпті терең ойға сүңгітті. Бұны қалай түсінсе болады? Жүсіптің ойына бірден аяулым келді. Және кешегі гу-гу әңгімелер. Мектептің шыға берісінде кешегі бала тағы да аяулымды күтіп тұр. Мұны Жүсіп сырттан бақылауда. Аяулым әлгі балаға жақындап келді де, «Ағажан, сәл күте тұрасыз ба? Сыныпта кітабымды ұмытып кетіппін», деді де мектепке қайта кіріп кетті. Ағажан, демек сүйіктісі деп жүргендері аяулымның ағасы боп шықты ғой. Жүсіптің санасында Құран аяты жаңғырды. Жаман ойға бой алдырып, күмәннан күнәға барған үшін іштей тәубе етті. Одан кейін де Жүсіп ара-тұра кітабының арасынан аят-хадис жазылған қағаздар тауып жүрді. Бұл үшін өзін ұстазына борыштар санайтын, себебі ылғи шалыс басатын сәттерде ескертетін. Арада тағы да бір ай өтті. Сыныпты бір мұң басқан еді. Себебі Жүсіпті әкесі қала сыртындағы бір медресеге беретін болды. Сондықтан бүгін Жүсіптің бұл мектептегі соңғы күні. Мектептен кеткеніне емес, аяулымды енді көре алмайтынына қайғылы еді. Жүсіп ілім үйренудің ғашықтықтан да мәртебелі екенін әлі сезіне қоймаған болатын. Себебі тұла бойын шырмап алған ғашықтық сезім бұған мұрсат та бермеген еді. Тіпті әкесіне де іштей ашулы. Медресеге де барғысы жоқ. Бәрімен қош айтысты. Сыныптан шығу үшін жинала бастады. Кітаптарын сөмкесіне сала берген сол еді, тағы бір жапырақ қағазға көзі түсті. Бұл жолы мына аятты оқыды. Сендер жақтырмаған істерің сендер үшін қайырлы болуы мүмкін, ал қайырлы деп білген істерің зиянды боп шығуы мүмкін. Ненің пайдалы, ненің пайдасыз екенін сендер білмейсіңдер, Алла біледі. Бақара сүресі 216 аят. Бұл аят Жүсіпті сабасына түсірді. Иә, мұнда да бір қайыры бар еді. Жасқа толы жанарын ешкімге көрсетпестен жүзін төмен салып, Жүсіп сыныптан шығып кетті. Жүсіптің қала сыртындағы медреседегі өмірі басталды. Ұстаздары алғашқы күннен бастап-ақ Жүсіптің әдептілігі мен үлкендерге деген құрметіне сүйсінген еді. Әркім оған болашағынан үміт күттіретін оқушы, болашақтың үлкен ұстазы ретінде қарайтын. Ал Жүсіптің іші алай-дүлей еді. Аяулымнан айырылып қалу оған оңайға соқпады. Бірақ қайтсе де төзуі керек. Әлбетте, Алланың бір білгені бар. Арада 5 жылда өте шықты. Ұстазы Жүсіпті өзіне шақырды. Жүсіп, сен осы уақытқа дейін көрген ең озат шәкіртімсің. Бірнеше айдан кейін ілім айдынына қанат қаққалы отырсың. Үйленетін шағыңда келді. Біздің бір ағамыздың қызы бар еді. Құран курсында ұстаз. Сол қызды саған лайықты деп білдік. Бұған не дерсің? Жүсіп аяулымнан басқасын қиялына да алып көрген емес еді. Бірақ аяулымы бұны күтсін бе? Бәлкім баяғыда тұрмыс құрып кеткен болар. Жүсіптің ұстаздарына деген жібектей жұмсақ көңілі сөзін жерге тастатқызуға жол бермеді. Сіз не десеңіз солай болсын, ұстазым. Ата-анама бір ескертейін, деді Жүсіп. Ата-анасы бұған разылықтарын танытып, барлығы қыздың қолын сұрауға барды. Бір жағы Жүсіптің жүрегі қанжылауда еді. Үйленетін қызды сүйе алмаса, оның хақын жүктеген болады ғой. Осыны ойлап ішін ит тырнағандай болды. Сөз алысып, танысып біліскеннен кейін кезек қыздың кофе ұсыну кәдесіне келді. Бөлмеге айдай нұрын төгіп бір сұлу кірді. Жүсіптің аяулымды қиялдағаны сонша, келген қыз да оның көзіне аяулым боп көрінді. Жоқ, аяулым боп көрінген жоқ. Бұл аяулымның нақ өзі еді. Мына сәйкестікті көрмейсің бе? Я Раббым, деді Жүсіп. Демек, аяулым мектепті бітіріп ұстаз болған екен ғой. Жүсіп өз-өзін әрең ұстап отыр. Бір орында байыс та бар емес. Өзіне ұсынылған кофені аларда қолы дірілдеп, өз-өзіне ие болар емес. Кофені табақтан көтере беріп еді, астынан тілдей бір қағаз көрді. Аяулымның жүзіне қарады. Аяулым да жүзін көтерместен басымен ал дегендей ишарат қылды. Қағазды уысына қысып, кофесін бітіре салып, тысқа шығып келуге рұқсат сұрады.
Бөлмеден шығар-шықпас уысындағы қағазды ашты. Мектепте кітаптарының арасынан шығатын қағаздағы жазудан аумайтын жазумен жазылған бір хадис. Бір-бірін сүйгендер үшін некеден асқан жақсы нәрсе жоқ. Ибн Мәжә. Жүсіп қайран қалды. Таңданысында шек жоқ еді. Барлық жазудың иесі аяулым боп шықты. Жүсіп аңғарып қоймасын деп ылғи араб тілі сабағында және мұғалімнің жазуына ұқсатып жазып келген екен. Жүсіп хадисті тағы да бір оқыды. Бір-бірін сүйгендер, демек аяулым да оны сүйген екен. Міне қаншама жылдан бергі қауышудың уақыты енді ғана келген екен. Қызға сырға салғаннан кейін тойдың да күні келіп жетті. Қарапайым ғана той өтті. Той біткен соң Жүсіптің қобалжуы тіпті артты. Қобалжығаннан бір жерде тұра алмады. Қолын қалтасына бір салып, бір алып тұрғанда, қолы қалтасындағы тағы да бір қағазға ілікті. Тағы да бір хадис. Үйленіңдер, көбейіңдер. Байхақи. Аяулымның бұл тосын сыйлары Жүсіпті өзіне одан сайын байлай түсті. Ғашықтығы барған сайын арта түсті. Отау тігілді, шаңырақ көтерілді. Жүсіп үйдің әр жерінен өзіне арналған аят пен хадистерді табуды жалғастыра берді. Аяулым отбасылық өмірге қатысты. Әйелдің күйеуі, күйеуінің әйелі алдындағы міндеті жайлы, ата-ана қақысы жайындағы аяттар мен хадистерді әр жерге, әр бұрышқа жазып қоя берді. Және бұл жазғандарының барлығы бастарына туған жағдайға тура келетін. 3 айдан кейін Жүсіп шәкірттерін оқытып, медреседен үйіне келді. Сырт киімін шешіп, киім ілгішке іле бергені сол еді. Тағы да бір қағазға көзі түсті. Сәбидің иісі, жәннаттың иісі. Табарани. Бұл әке боласыз деген сүйінші еді. Уа Раббым деп қуаныштан айғайлап жіберді. Аяулым өзгелер секілді бала көтердім деп естіртудің орнына бұл жақсы хабарды да бұрынғы әдетінше хадиспен сүйіншіледі. Бұл хабардан қуанышы қойнына сыймай, дереу сүйіктісінің жанына жүгіріп барып маңдайынан сүйді. Сүйіктісі енді баласының анасы болмақ. Бір ай өткен соң ұйқыдан көзін ашқан Жүсіп жастығынан тағы да бір жазу тапты. Хадис еді. Ләззаттарды жоятын, ауыздың дәмін бұзатын, үміттерді үзетін өлімді жиі еске алыңдар. Ибн Хиббан. Не үшін жазды екен бұны аяулым? Жүсіпті дүние сүйіспеншілігіне батты деп ойладым екен. Ас үйде таңғы ас әзірлеп жатқан сүйіктісінің жанына барды. Жазудың себебін сұрады. Басын төмен салбыратқан аяулымның көңілінен қаяу көрді. Бүгін түсімде сенің о дүниеге аттанғаныңды көрдім. Сол үшін осы хадисті жазғым келді. Алаңдама, саған кеш қол жеткіздім. Сондықтан сені ерте тастап кетпеймін, деді Жүсіп. Бұл сөзін әйелінің жұбанышы үшін айтқан еді. Әйтпесе, аяулымның бұл түсі төбесіне мұздай су төгіп жібергендей өне бойын шымырлатып жіберген еді. Тек сөзін әзілге айналдырып, мұнысын сездірмеді. Бір апта өткен соң аяулым Құран курсында еді. Жүсіп болса үйде кітап оқып отыр. Бір кезде жүрегіне шаншу қадалды. Тынысы тарылды. Жүрек талмасы ұстады. Оқып отырған кітабының арасындағы қағазды қолына алуға тырысты. Ақыры бірнеше минуттан кейін бұл дүниемен қош айтысып жүріп кете берді. Аяулым үйге кіріп, Жүсіптің өлі денесін көре есінен танды. Есін жиып, егіле жылап, жарының жанына барды. Сүйіктісіне қол тигізе алар емес. Өлді дегенге сенгісі жоқ. Сол кезде қолындағы қағазға көзі түсті. Хадис пен оның астында бір жазу бар еді. Балаға жақсы ат қою әкенің міндеті. Байхақи. Ұлым туса Жүсіп, қызым туса Фатима қой есімін. Жүсіп өлімге қатысты хадисті оқығаннан кейін ажалы жақындағанын іштей сезіп, осы хадисті жазып, кітабының арасына дайындап салып қойған екен. Аяулым үшін енді Жүсіп жоқ еді. Жүсіптен айырылғаннан кейін аяулымның ата-анасы қанша төркініне алып кетеміз десе де, атасы мен енесінің жанынан айырылмады. Себебі Жүсіп олардың жалғыз ғана ұлдары еді. Аяулым кетіп қалса, қайғы үстіне қайғы жамылып, жығылғанға жұдырық болар еді. Оның үстінде аяулымның бойында немерелері бар еді. 6 ай өткен соң Жүсіптің ұлы дүние есігін ашты. Тура Жүсіптей сүйкімдеді. Атасы немересін құшағына алды. Құлағына азанын шақырды. Сөйтті де көзі жасқа толып, булыққан үнмен ақырын ғана: «Қош келдің,
ұлым, қош келдің немерем, қош келдің екінші Жүсібім деп әкеден аманат болған есімін берді.